Туғаныңмен сыйыспасаң, кең дүниеге сыймайсың. Егер біреу сізді сыйламай қойса, біз оған қапаланып, ренжиміз. Ал шындығында пенденің барлығы өз ішінен өзін-өзі сыйламайды. Мына 3 ереженің соңынан мәңгі еріңіз. Өзіңізді сыйлаңыз, өзгені сыйлаңыз. Өз істеген істеріңіз үшін жауапкершіліктен қашпаңыз. Жылтыраған жүзін сыйлама, кісілігін сыйла. Жылтыраған сөзін сыйлама, түсінігін сыйла. Ұлы істерге талаптанып, жолы болмай қалғандардың өзін құрметтей біл. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін құрметтеңдер. Адамдар бір-біріне құрметпен және өзара жанашырлықпен қарауды үйрену керек. Өз өмірінде зиянды әдеттерді, тәуелділік және құлдық сананы қабылдамайтын әрбір жан нағыз құрметке лайықты. Адамдар өзі құрмет тұтқан кісі сенім білдіргенде үлкен табысқа жетеді. Өзгені құрметтей алатындар ғана өзіне де құрмет көрсеткенін дәметсе болады. Кім өзін құрметтесе, сол бақытты. Бірақ есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам нағыз ақылсыз. Адамдар арасында құрметке лайықты болудың ең басты сыры шынайы болуда және арамдық пен қулықтан аулақ болуында. Адамдарды сыйламайтын адамды ешкім құрметтемейді. Өзін өзгеден төмен санап, өз-өзін бағалауды білмейтін адам шынында да күндердің күнінде сондай құрметсіздікке тап болады.